Саламатсыңдар ма? Бүгін 138-ші сабақты өтеміз. Бірінші есеп. Қазақстанда 50 мыңға жуық көл бар. Олардың 9-ы ірі көлдер. Төменде берілген өрнектің мәнін тауып, шыққан мәнді өсу ретімен орналастырсақ, сонда суының емдік қасиеті бар көлдің атауын білеміз. Кітапта кестеде берілген өрнекті баған түрде шығартып алдым. Өз жауаптарымен салыстырыңдар. Енді шыққан мәндерді өсу ретімен жазып аламыз. 580-ді 4-ке бөлеміз 145, оған тиесілі А әріпі. Келесі 175 Л әріпі. 740-ті 4-ке бөлсек 185 А әріпі. 154-ті 5-ке көбейтеміз 770 К әріпі. Одан кейін Ö, сосын Л әріпі. Бізде емдік қасиеті бар көлдің атауы Ала көл екен. Есеп шықты. Екінші тапсырмада. Көлде демалушылардың 126-сы әйел адамдар, 115-і ер адам. Демалған балалар ер адамдардан 4 есе артық. Көлде барлығы неше адам демалып жүр? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Есептің шешуі. 115-ті 4-ке көбейтеміз. 460. Неліктен 4-ке көбейттік? Себебі есептің берілгенде 4 есе артық делінген. Бұл бізде 460 балалардың саны. Барлығы неше адам екен анықтау үшін әйелдердің санын, еркектердің санын және балалардың санын қосамыз. 701 есептің жауабы көлде барлығы 701 демалушы жүр. Үшінші есеп. Баған түрінде жазып есептеп, дұрыстығын тексереміз. Бірінші 135 көбейтілген 2. 135-ті 2-ге көбейтеміз, 270. 270-ті 2-ге бөлеміз. Бұл уже дұрыстығын тексеру үшін. Жауап 135. Есеп дұрыс екен. Келесі 370 бөлінген 2. 370-ті 2-ге бөлсек 185 шығады. Есептің дұрыстығын тексеру үшін 185-ті 2-ге көбейтеміз. 370 шығуы қажет. Бізде 370 шықты. Келесі 120-ны 4-ге көбейтеміз. 500. 500-ді 4-ге бөлгенде 125 шықты. Есеп дұрыс шықты. 774-ті 6-ға бөлеміз. 129. 129-ді 6-ға көбейттік. 774. Өз нұсқалармен салыстырыңдар. Төртінші есепті шығарайық. Бұл есепте бірінші шартын құрып аламыз. Көлде демалушылардың 330-ы теплоходпен, ал олардан 2 есе кем адам желкенді қайықпен серуендеді. Барлығы неше адам кемемен серуендеді? Алдымен желкенді қайықпен демалған адамдардың санын тауып аламыз. Бізде бұл теплоходпен жүргеннен 2 есе кем адам делінген. Есе кем болса бөлеміз. 165. Енді теплоходтағы адамдар санына қосамыз желкенді қайықпен демалған адамдардың санын. 495. Есептің жауабы барлығы 495 адам серуендеді. Тапсырмасында бізде 3 амалмен орындалатын есеп құрастырып шығартуымыз қажет. Мен есепті былай құрастырдым. Көлде демалушылардың саны 1200. Барлық демалушылардан 2 есе кем адам 2 теплоходпен серуендерді, ал қалғаны 5 желкенді қайықпен қалған жолаушылар серуендеді. Барлығы қанша кемемен демалушылар серуендеді? Есепті шығару үшін біз барлық берілген 1200-де бөлеміз 2-ге. 600. Бұл 600 дегеніміз теплоходпен серуендеген, яғни көлге шыққан адамдар саны. 1200-ден 600-ді тастаймыз. 600. Бұл желкенді қайықпен серуенге шыққан демалушылардың саны. Барлығы қанша кемені табу үшін 2 теплоход бізде, оған қосамыз 5 желкенді қайық 7. Біз есептің шартына сәйкес есеп шығардық. Бірінші бөлу амалы, азайту амалы, қосу амалы. Есептің жауабы теплоходпен 600 адам, желкенді қайықпен 600 адам,
Барлығы 7 кемемен серуендеді. Есеп шықты. 5-ші есепте баған түрінде жазып, дұрыстығын тексереміз. Алдымен 175-ті 4-ке көбейтеміз. 700 баған түрінде орындалуы осылай. Енді дұрыстығын тексеру үшін 700-ді 4-ке бөлеміз. Сол кезде ол 175 шығуы қажет. Бізде бөлінді де 175 шықты. Есебіміз дұрыс екен. Келесі 115-ті 6-ға көбейтеміз. 690. 690-ды 6-ға бөлеміз. 115. Келесі шығаратын есебіміз 870-ті 6-ға бөлеміз. 145. 145-ті 6-ға көбейтеміз. 870. 690-ды 5-ке бөлеміз. 138. Есептің дұрыстығын тексеру үшін 138-ді қайта 5-ке көбейтеміз. Сол кезде 690 шығуы қажет. Есебіміз дұрыс екен. 225-ті 4-ке көбейтеміз. 900. 900-ді 4-ке бөлеміз. 225. Баған түріндегі орындалуы осылай. 114-ті 5-ке көбейтеміз. 570. 570-ті 5-ке бөлеміз. 114. Есебіміз дұрыс шықты. Соңғы екі амалымыз 920-ны 8-ге бөлеміз. 115. 115-ті 8-ге көбейтеміз. 920-ның өзі шықты. 390-ды 2-ге бөлеміз. 195. 195-ті 2-ге көбейтеміз. 390. Есебіміз дұрыс шықты. 6-шы есепте көлдің тереңдігі 6-дан 1 бөлігі 14 метрді құрайды. Бізге табу керек көлдің жалпы тереңдігін. Есептің шарты 6-дан 1 бөлігі 14 метрді құраса, жалпы тереңдікті табу үшін біз 14-ті 1-ге бөліп 6-ға көбейтеміз. 84. Есептің жауабы көлдің жалпы тереңдігі 84 метрге тең. Яғни бұл жерде бірінші жақшаның іші орындалады, одан кейін оны сыртындағы 6-ға көбейтеміз. Тапсырмасында кері есеп құрастырып, есепті шығартамыз. Кері есебіміз міне, көлдің жалпы тереңдігі 84 метр, оның 6-дан 1 бөлігін тап. Шешуі 84-ті 1-ге көбейтіп, оны 6-ға бөлеміз. Сол кезде 14 метр. Есептің жауабы көлдің 6-дан 1 бөлігі 14 метрді құрайды. Есебіміз шықты. 7-ші тапсырмада сызба бойынша өрнекті құрастырып, амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектің мәнін табамыз. Есептің жауабы осылай болады. Алдымен 750-ді 6-ға бөліп аламыз. 125. 125-ті 2-ге көбейтеміз. 250. Екінші жақта 118-ді 5-ге көбейтеміз. 590. Қосамыз 250-ді 840. Яғни берілген басындағы схема бойынша жұмыс жасаймыз. Сондағы шыққан санымыз 840. Есеп шықты. 8-ші тапсырмада бірінші бағанда алдымен бөлу амалы орындалады. Одан соң қосу амалы. Міне, бірінші 660-ды 5-ге бөліп алдық, оған қостық 530-ды. 660 пен 5-тің бөліндісі 132-ні береді, оған қосамыз 530-ды 662. 920-ны 8-ге бөлдік 115, оған қостық 405-ті 520 жауабы. 750-ді 2-ге бөлеміз 375, оған қосамыз 317-ні 692. Соңғы 580-ді 4-ге бөліп, оған 209-ды қоссақ 354 болады. Мына екінші бағанда алдымен жақшаның іші орындалады, одан соң көбейту және бөлу амалы орындалып, ортадағы азайту таңбаны орындаймыз. Яғни бірінші жақша, екінші мынау, үшінші ортаңғылары орындалады. 215-ті 2-ге көбейтеміз 430, азайтамыз 847-ден 462-нің азайтындысы 385-ті береді. Екеуін азайтсақ 45. Екінші 245-ті 4-ке көбейтіп, одан азайтамыз 97 мен 487-нің қосындысын. Жауап 396. 670-ті 5-ке бөліп, қосамыз 76-ті қосылған 376-нің мәнін. Жауабы 586. Соңғы төртіншісінің жауабы 598.
Үшінші бағанда алдымен жақшаның іші, одан кейін екінші жақта тұрған бөлу амалы, одан соң азайту және қосу амалы орындалады. Міне, бірінші жақшаның іші, одан соң мына жақтағы тұрған бөлінді, одан соң азайту амалы. Біріншісінің жауабы 41. Мыңнан аламыз 876-ны, оған қосамыз 355 пен 2-нің көбейтіндісі 834 болады жауабы. Үшіншісінің жауабы 533. Соңғы төртіншісінің жауабы 1000-нан азайтамыз 390 мен 2-нің бөліндісін. Жауабы 809 шығады. Соңғы 9-шы тапсырма бізде. Арман, Болат, Қайсар көлден қармақ пен балық аулады. Олардың әр қайсысы Таутан, Мөңке, Алабұға аулады. Егер төмендегілер бізге белгілі болса, олардың әр қайсысы қандай балық аулады? Бізге белгілі Алабұға мен Таутанда тікенекті жүзбек қанат бар, ал Мөңкеде жоқ. Арман тікенекті жүзбек қанаты бар бірде-бір балық ауламады. Демек, Арман Мөңке балығын қана аулады. Болат Арманның аулаған балықтарына қарағанда 2 Алабұға артық аулады. Бізде Арман 3 балық ауласа, ал барлық балық 10-нан кем болса, онда балалардың әр қайсысы неше балық аулады? Есептің шартын осылай құрып аламыз. Арман бізде 3 балық аулады. Яғни Арман 3 Мөңке балығын аулады бізде. Ал Болат Арманнан 2 Алабұға артық аулады. Демек, Арманның аулаған балығы 3 болса, оған Болаттың аулаған 2 Алабұғасын қосамыз 5. Демек, бізде Болат 5 балық аулады. Ал есептің шартында бізде барлығы 10-нан кем балық ауласа, Қайсар 1 балық аулады деген сөз. Сонда Арманның аулаған 3 балығын қосамыз, Болаттың аулаған 5 балығын, оған Қайсардың 1 балығын қоссақ, бізде 9 шығады. Есептің шартына сәйкес, олар 9 балық аулаған және әр қайсысы есебіміз шықты. Есептің шартын жазып алсақ, есептің шешуі де бізге соғұрлым оңай болады. Балалар барлық есеп түсіндірмесімен және жауаптармен шықты. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.